Сәлем, сәлеметсіздер ме, тәуешкілер, менің туғандарым, сүйікті қымбаттыларым. Бұл қаңтардың ортасы мен екінші жартысына арналған ақпан айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. 2 айды бірге қосуды жөн көрдім, себебі қаңтарға жеке жорамал түсіріп үлгермедім. Ендеше туған күндеріңізбен, тәуешкілер, бұл сіздердің айларыңыз. Қаңтарда туған тәуешкілер, барлық тілектеріңіз орындалсын. Бұл жыл сіздер үшін ең басты жақсы жыл болсын. Жетістікке толы, махаббатқа, тыныштыққа, сенімділік пен тұрақтылыққа толы жыл болсын. Сіздер тұрақтылықты, бәрін алдын ала болжанғанды жақсы көресіздер ғой. Әлемдік деңгейде бұл жыл аса болжамды болуы мүмкін, бірақ ең бастысы тұрақтылық. Ол біздің ішімізде, солай емес пе? Ең бастысы көптеген оқиғаларға эмоциямен жауап бермеу, керісінше ішкі сенімділікті сақтау. Менде бәрі қалағанда болады, сонда бәрі керемет болады. Туған күндеріңізбен, қымбатты, сүйікті тәуешкілер. Енді қандай жұлдызнамаға қарау керек? Өте маңызды. Күн белгісі, асцендент және ай белгісі үшеуінде қарау керек, себебі олар бір-бірін толықтырады. Тіпті асцендентіңіз немесе айыңыз тәуешкі болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Туылған сәтте ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіздің қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмымды жазып қоям, маған жеке жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысамын. Енді қаңтардың басынан бастаймын, себебі 3 қаңтарда толық ай болды. Ол сіздердің жұлдыз жорамаларыңыздағы 7-ші үйде қарым-қатынастар, серіктестер, келісім-шарттар, мәмілелер, келіссөздер секторына өтті. 7-ші үй бұл басқа адамдар, басқалардың сізге деген көзқарасы, сіздің біреуге деген қатынасыңыз, жалпы қарым-қатынастар, осының бәрі бұл толығай жарыққа шығады. Оның әсері 18 қаңтарға дейін сақталады. Бұл толығай өте жақсы болады, себебі оның жанында Юпитер, молшылық, сәттілік, бақыт планетасы тұрды. Сонымен қатар дәл қасында қозғалмайтын Сириус жұлдызы болды. Сириус жетістік, жеңіс, көзге түсу, мақсатқа жету символы. Бұл өте қуатты, жақсы жұлдыз. Сондықтан 18 қаңтарға дейін бұл толғай арқылы ерекше жолы болатындар бар. Негізі бұл толғай барлық тәуешкілерге әсер етеді, бәрі сезінді немесе сезінеді, ал қосымша сәттілік кімдерге әкеледі? Егер Юпитер сіздің күніңізде, айыңызда, егер айыңыз тәуешкі болса да, немесе асцендентіңіз қарсы тұрса да, егер асцендентіңіз тәуешкінің 15 градусына, немесе 15 градус мен 20 градус аралығында болса, сіз басқаларға қарағанда көбірек болушы боласыз. Немесе туған күніңіз 6 мен 12 қаңтар аралығында болса, қаңтар айында сізге сәттілік көбірек келеді. 6 мен 12 қаңтар аралығында күн мен Марс сіздің белгіңізде 1-ші үйде бірікті. Жалпы Марс сіздің белгіңізде 24 қаңтарға дейін болады. Ол тіпті желтоқсанда да сіздің белгіңізде болған. Қаңтарда сіздің белгіңізде көптеген планеталар жиналады. Күн мен Марстың қосылуы 2 жылда 1 рет болады. Бұл қосылу шамамен 9 мен 12 қаңтар аралығында ең күшті болды. Және 20 қаңтарға дейін әсерін сақтайды. Бұл қосылу 2 жылдық циклды бастайды. Марс ниет еткен әрекет, белсенділік. Бұл мен мұны қалаймын, сондықтан әрекет етемін. Қазір бастаған ісіңіз 2 жылға созылатын белсенді цикл болуы мүмкін. Бұл 1 жылдықта кульминацияға жетіп, 2 жылда аяқталуы мүмкін. Қандай тілек, қандай мақсат екені өте қызық. Қаңтарда сіздің 1-ші үйіңізде нағыз стелиум пайда болды. Стелиум бұл бір үйде 4-5 немесе одан да көп планетаның жиналуы. Сізде күн 21 қаңтарға дейін, ай 19 мен 21 қаңтар аралығында, Меркурий 21 қаңтарға дейін, Венера 18 қаңтарға дейін, Марс, Плутон, барлығы 6 планета. Бұл өте күшті энергия.
қаңтарда сіз басты белгісіз. Бірінші үй бұл бастамалар, ниеттер, тілектер үйі. Сондықтан қаңтарда міндетті түрде тілек тілеп жылға жоспар жазу керек. Қазір сізде энергияда, мүмкіндікте өте көп. Планеталар сіздің жағыңызда. Қай бағытқа барасыз, саған қай жерде көмектесеміз деп тұрғандай. Фокус қайда? Өзіңізде ме, денеңізде ме, сыртқы келбетіңізде ме, спортқа, арықтауға, операцияға, имиджге ме, бәрі мүмкін. Бірінші үй адамдар сізді қалай қабылдайды және сіз өзіңізді қалай көрсетесіз. Қаңтар өзіңізді көрсету, өмірден не қалайтыныңызды жариялау үшін ең жақсы ай. 18 қаңтарда тауешкі белгісінің 28 градусында сіздің бірінші үйіңізде жаңа ай болды. Егер асцендентіңіз немесе айыңыз 25-тен 30 градусқа дейін тауешкі аралығында болса, бұл жаңа айды қаттырақ сезінесіз. Жаңа ай, жаңа жоспар, жаңа танысу, жаңа бастама. Оның әсері 18 қаңтардан 1 ақпанға дейін созылады. Бұл кезеңде бір істі бастау, алғашқы қадам жасау өте жақсы. Егер туған күніңіз 15 мен 21 қаңтар аралығында болса, бұл жаңа ай сізге 1 жыл бойы әсер етеді. Жаңа жұмыс, жаңа қарым-қатынас, көшу, балабақша сияқты және оқу сияқты жаңалықтар әкелуі мүмкін. 18 қаңтардан бастап Венера 2-ші үйге ақша мен қаржы секторына өтеді. Бұл табыс, сыйлықтар, қаржылық жақсы жаңалықтар. 21 қаңтарда күн мен Меркурий екеуі де 2-ші үйге өтеді. 24 қаңтарда Марс та ақша секторына кіреді. Плутон да сол жерде, яғни қаңтардың 2-ші жартысынан бастап қаржы тақырыбы алдыңғы орынға шығады. 17 ақпанда сіздің 2-ші үйіңізде табыс, ақша, құндылықтар секторына күн тұтылуы болады. Бұл жаңа қаржылық циклдың басталуы. Ол 1,5 жылға созылады. Жаңа жұмыс, табыс деңгейінің өзгеруі, бизнес, бағалы заттар сатып алу, құндылықтарды қайта қарау бәрі де мүмкін. 27 қаңтарда Нептун сіздің 4-ші үйіңізге өтеді. Бұл үй тұрғылықты жер, отбасы. Ал 15 ақпанда Сатурн да сол үйге кіреді және 28 жылдың сәуіріне дейін сонда болады. Бұл көшу, құжаттар, үймен байланысты жауапкершілік, отбасында өзгерістер, жөндеу немесе үйде жұмыс істеу тақырыбын көтереді. 20 ақпанда Нептун мен Сатурн дәл қосылады. Бұл 36 жылдық жаңа циклдың бастауы. Өте маңызды кезең, жаңа отбасы, жылжымайтын мүлік, иммиграция, өмірдің жаңа кезеңі. 26 ақпаннан 20 наурызға дейін Меркурий ретрограды болады. Бұл кезеңде құжаттарға қол қоюды, маңызды шешімдерді кейінге қалдырған дұрыс. Бірақ оқу, қайта қарау, ескі байланыстармен хабарласу үшін өте қолайлы. Міне сіздердің жылы жорамалдарыңыз осындай, қымбатты тауешкілер. Алдағы тағы да туған күндеріңізбен осы айлар сіздерге тек қана сәттілік әкелсін. Сау болыңыздар.